Созақ ауданының әкімі тағайындалды. Аудан әкімі болып Тұрысбеков Мұхит Сексенбайұлы тағайындалды. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев Созақ ауданына арнайы барып, жергілікті мәслихатқа аудан әкімдігіне үміткер азаматтың кандидатурасын ұсынып, ол бір ауыздан қолдау тапты. Өңір басшысы бұған дейін ауданды басқарып, құрмет демалысына шыққан Салхан Полатовтың елге сіңірген еңбегін атап өтіп, атқарған жұмыстары үшін ризашылығын білдірді. Жаңа әкімге нақты міндеттер жүктеп, ел сенімін ақтауды тапсырды. Салхан Сабырұлына үлкен рахметімізді айтамыз. Мынау ауданға қосқан үлесі өте зор, оны өздеріңіз білесіздер, айтарсыздар оны. Мұхит осы ауданның тумасы жаны ашиды деп, табиғасы да бәрі де, бірақ өте дамып, перспективасы үлкен, потенциал үлкен аудан, жақсы біледі, аудан адамдарын біледі, кім қалай жұмыс істеп жатқан, кім қандай мүмкіншілігі бар екен, соның бәрін біледі деп әдейі алып келіп отырмын. Сіздерді сосы әкімнің қасына шоғыранып, бірге болып, қолдап, өстіп ауданның игілігіне қызмет етті деп сенемін.